Бірде Қорқыт ата Оғыз қағанының өзіне тікелей қарата айтып, ел жұртына мынандай өсиет қалдырыпты. Әйелдің өзі түрлі болады. Оның бірі ниеті қураған әйел, екіншісі ансапсыз әйел, үшіншісі үйдің құты болған әйел, төртіншісі кесір әйел. Әйел біткеннің ең жаманы сол. Отбасының құты болған әйел, даладан бір қонақ келсе, үйінде ері болмаса да, оған сусын беріп, бар дәмін алдына қояды, сыйлап аттандырып салады. Бұлар Айша мен Фатимадан бата алған әйелдер. Хан ием, мұндай әйелдер мыңдап өссе де көп емес. Бәлкім аз. Сіздің ошағыңызға сондай әйел кез болсын. Одан соңғысы ансапсыз, қанағатсыз әйел. Ондай әйел таңертең төсегінен тұрып, беті қолын жумастан, тоғыз тоқаштың бәрін аударыстырып, ең тәуірін таңдап жейді, аузын томпайтады, бір шелек айранды басына көтеріп, қарынды қампитады. Содан соң маңдайын сабалап, жылана бастайды да, қараң қалғыр, осы күйге мен қайдан душар болдым. Бір күн қарным тойып ас ішпедім, жүзіме күлкі келмеді, аяғыма ілген башпағым болмады, бетімнен перде түспеді. Ерім өліп басқа біреуге тисем, бағым ашылар еді, сол үмітім өшпесін дейді. Хан ием, ондай әйел мың болса да өсіп өнбес, сіздің ошағыңызға кез бола көрмесін. Одан соңғысын салақ әйел дейміз. Ондай әйел төсегінен тұрған соң беті қолын жуады, шатырдың ол шеті мен бұл шетіне қарайды да, күбіні апыл-ғұпыл пісіп, көрпе төсегін жинайды. Содан соң шу деп ауыл кезіп түс қайта үйіне оралады. Келсе үйі ұрланған, қазан аяғын ит жалаған, бие бұзау сүйкеніп, қорада байлаулы қалған сиыры мөңірейді. Келе сала әйел көршілеріне барып шаптыға бастайды. Ау қыздар-ау, Зылихам, Зубайрам, Рубайдан бикештерім, о азамат туған жігіт желеңдерім, Айна мәлік, құтлы мәлік, қайда едіңдер? Ойбай-ау, үйім құлап қалыпты, түнде қайда жатамыз? Мені ерігіп жүр дедіңдер ме? Зәру жұмыс болған соң кетіп қалып едім ғой. Үйіме неге көз қырын салмадыңдар? Көш ақысы, тәңір ақысы деген қайда? Деп безек қағады. Хан ием, ондай әйел мың болса да өсіп өнбес, сіздің ошағыңызға кез болмасын. Ең соңғысы адам тілін алмайтын кесір әйел. Үйге түзден бір ұятты қонақ келіп, ері оған, орныңнан тұрып нан әкел, жейік, қонағыңда жесін десе, әйелі еріне, үйде піскен нан жоқ дейді. Барыңды бер десе әйелі, не сандалып отырсың? Үйіңнің әлде қашан қу-молаға айналғанын білмеймісің? Үйде ұн жоқ, диірменге кеткен түйе қайтқан жоқ, оның не әкелері де белгісіз. Дастарханымды жемесе, өзге берерім жоқ, деп бармағын көрсетеді. Еріне сыртын беріп, дастарханды кісі алына лақтырып тастайды. Ондай әйелге мың сөз айтсаң, соның бәрінеден жауап қатады. Бірақ ерінің айтқанын құлаққа ілмейді. Ондай әйелді Нұх пайғамбардың көз жасынан пайда болғандар дейміз. Хан ием, сізді Құдай осындай әйелдерден сақтасын. Ондай әйел сіздің ошағыңызға кез болмасын. Қазақ тіліндегі контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз.